Ассалаумағалейкум, қазақ елі, каналымызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Қазақстанда көп балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақы көбейді. Қазақстанда 4 және одан да көп баласы бар отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақы мөлшері артты. Еңбек және халықты әлеуметтік министрлігі ақпаратына сүйенсек, биыл 1 қаңтардан бастап көп балалы отбасыларға тағайындалатын мемлекеттік жәрдемақы мөлшері 8,5%-ға артқан. Бұл мемлекеттік жәрдемақыға 4 және одан да көп бірге тұратын кәмелетке толмаған немесе 23 жасқа дейінгі күндізгі бөлімде оқитын студент балалары бар отбасыларға қарамастан үміткер бола алады. Осылайша төлем бала санына қарай есептеліп отыр. 4 баласы бар аналарға отбасыларға 55.304 теңге, 5 баласы барларға 69.138 теңге, 6 баласы балдарға 82.973 теңге, 7 бала 96.807 теңге және 8 және одан да көп баласы бар отбасыларға 4 айлық есептік көрсеткіш немесе 13.800 теңге мөлшерінде төленеді. Министрлік мәліметінше, жыл басынан бері дәл осы жәрдемақыны орта есеппен 533,3 мың отбасы алған. Оларға төленген қаржы сомасы 66,9 миллиард теңге мөлшерінде. Оның ішінде ақпан айында 538 мың отбасына 33,8 миллиард теңге жәрдемақы төленген. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.